Жол мұраты жету десек, жолаушылар мен жүргізушілердің жалпы сапарға шыққан әрбір адамның діттеген жеріне аман сау жетуі, қауіпсіз әрі жайлы жолмен жүруі қашанда мемлекеттің басты назарында. Осы мақсатта елімізде ақылы жолдар 2013 жылдан бастап салына бастады. Бүгінде жалпы ұзындығы 3221 шақырымды құрайтын 17 ақылы учаске бар. Жібек жолы ақылы пунктінде тұрмыз. 3 оператор, 1 кассир жұмысқа шығамыз. Біздің басты мақсатымыз осы кептеліс болмау үшін, халыққа түсіндіру үшін, кейбір сұрақтар болады, соларға жауап беру үшін негізі қызмет етеміз. Өйткені терминалдарда көп кептеліс болмаусы үшін сол полосада жүреміз. Жібек жолы пунктінде 8 жолақ бар. Алғашқы 3 жолақ ол алдын ала төлем арқылы, қалған 5 жолақ ол қолма-қол төлем арқылы. Менің міндетім бұл терминалдардың жұмысын үздіксіз қамтамасыз ету. Терминалдардың ішіндегі оборудованиялар және басқару аркаларында камераларды қадағалау. Жол жүру құнын алдын ала төлеп қойсаңыз, ақылы пунктінен еш кедергісіз өтуге мүмкіндік бар. Одан бөлек ақылы жол бойында орналасқан халық үшін арнайы жеңілдік те қарастырылған. Жеңілдік бар, ол тек қана осы трассаның бойында тұратын халыққа, мысалы аудандар бойынша, осы әр ақылы жолда өзінің аудандарының бойынша жеңілдік бар. Жылына бір төлем, бір МРП төлейді, сосын бір жыл бойы тегін өтеді. Әрбір жүргізуші төлеген жол ақысы осы күре жолдарды күтіп ұстауға жұмсалады. Ақылы жолдардан түскен қаражат ақылы жолдарды күтіп баптауға, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуіне, техника мен жабдықтарды сатып алуға және инвестицияларды қайтаруға жұмсалады. 2021 жылғы 10 шілдедегі үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы ақылы жолдарды енгізу әлемдік тәжірибеге сай дұрыс шешім екендігін атап өтіп, жер көлемі үлкен елде тек бюджет есебінен жол салу мүмкін еместігін жеткізген болатын. Осыған байланысты қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасын іске асыру аясында жол жүру үшін ақы алудың ашық жүйесін кезең-кезеңмен енгізу көзделуде.